Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай біз өзімнің Томск деген сервердегі подписчигіммен жарысатын боламыз. Яғни оның көлігі Кабан және де менің Mercedes 221-мен, яғни алдыңғы видеодағы көлікпен шығатын боламыз. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияны санын аямай басып кетіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Алдыңғы бөлімдегі осы көлікті ауыстырмаған көлікті ешкім алмай қойды. Үшін 465 мыңға госқа ұшырып жібердім, пойдет нормально. Және де достар, алдыңғы видеода мен кейспам жазған болатынмын. Сол жақтағы ЧПРКны әлі сливать еткен жоқпын, енді госқа сливать еттім. Ал мұнда достар, мен немеге кіргелі жатырмын ГИБД-ға, яғни милиция болуға. Енді қазір обновлениеде осы милиция қызық болып жатыр ғой, сондықтан біз милицияға кіріп алатын боламыз. Если жауаптар мен алдымнан көре аласыңдар. И возвращаться, или это нарушать правила игры, и яма жоқ 2, сосын 3. Все, подтвердить басып жібереміз. И бізде ГИБД-ға кіріп алдық. Енді қазір формамызды ауыстырамыз да, ары қарай жаңағы андай тестерді өтетін боламыз. Яғни 4 тестті өтіп тастайтын боламыз. Және де достар, мен байқаған жаңағы анау қыз бар ғой, сол қыздың скинін ауысқан екен достар. Осы обновлениеде ГИБД-ның заттарын ауыстырыпты. Енді достар, сіздерге айта кететін жайт, мен осы кіріп алдым, енді маған осы скиндарымды ауыстырып тастау керек. Принять дегенді басып жібереміз. И достар, осы жерден қазір оптарымды, барлық аксессуарларымды шешіп тастағым келіп тұр. Жоқ, достар, қазір мына жерлерін тез өткізіп жіберейін, себебі телефоным қатып қалды ма, бір нәрсе болып қалды. Ал бізде бастадық, осы жерден каждый сотрудник, одан кейін за грубое нарушение устава деген бастық, и сосын правила поведения полковник и подполковник, и так одан кейін так осыны қазір басамыз. Достар, қатып қалды ма или бір нәрсе, в общем, мынау обновление деген бәрі қатып жатыр. И бізде все енді қатқаны басылды. Ой, тағы қатып қалды ма, не болды бұл? Обновление деген что-то ойыннан шығарып жіберетін болды. Көптеген заттар өзгеріп кетті обновлениеден кейін. И все, полковник и подполковник дегенді қазір басты. Все достар, бастық. И келесінде разрешено деп сотруднику 1, одан кейін так 4, осы 3, одан кейін 1 не болмаса. Я, походу, 1. Только в случае, если гражданин находится в розыске. Я, достар, 1 бізде. И сосын мына жақтан ары қарай жалғастырамыз. Обязан так 2. Так. Бұл жолы қиындау ма? Жоқ, 4 екен. Бұл 3. Енді так очки деген осы, достар, очкиді өтеміз. И сосын 2, одан кейін тек ГИБД дегенді басып жібереміз. И все. Екіншісін өттік. Енді үшіншісі де сәл кодтармен, яғни жылдармен болады. И осылай так өттік. И 1, и 2, одан кейін 3 па? 4, 4. Одан кейін 3, одан кейін 3, тағы, одан кейін қайттан 1, одан кейін так қайсысы? Так, бұл жол ойлану керек. Так, 2, одан кейін так 9-дан 10 так 10-дан 10. Жоқ, уже последний кетті. Сол достар, бізден аны өттік. Енді келесі мынау барлығы дұрыс достар. Так что маған қарап ГИБД-ға өте берсеңдер болады. 2, одан кейін так 3, одан кейін 1, одан кейін так қайсы 4, так 2, тағы 2 өзім қателеспесем. Я 2, жоқ 1. Достар, все өттік достар. Енді қазір формамыздағы заттарымыздың бәрін ауыстырып тастайтын боламыз. И бізде ранг 2. Если что, обновлениеден білмей жатсаңдар, обзор көрсетші дегендер болатын болса, комментарияға жазып кетіңдер. И осылай біз қазір формамыздағы аксессуарлардың барлығын алып тастайтын боламыз. Если соларды шешпейтін болсақ, бізге бізге кек беріп жіберуі мүмкін. И сондықтан қазір мынаның бәрін шешіп тастаймыз. Так, алып тастаймыз сумканы бірінші, одан кейін очкиді алып тастаймыз. Так, не флудите дейді. Все достар, бізде бәрін алдық. Енді смело жүре берсек болады. Енді жаңағы подписчик бала жанында келе жатыр, оғанға дейін бензин қойып бәрін жасап аламыз деп шештік. Міне достар, көріп тұрғандарындай осы кабанмен жарысатын боламыз. Қазір оғанға дейін так форма заттарымызды алып тастайық. Мына жақтағы ремонтный набор бәрі бар ма? Бар екен. Достар, мен бар ғой, каждый неме сайын алған біткен сайын мен алып отырамын, себебі дегенде ол керек болады любой кезде. И адреналинді алып отырамын, неше түрлі алып отырамын. В общем, так осы жерден чинить етеміз, а то барлығынан сұрай беріп уже жын шығып кетті. Короче, достар, мен алдыларында көріп тұрғандарындай кабанмен жарысатын боламыз. Енді бұл кабан жестко жүреді. Мен білемін ғой, по идее мен ұлттық болатын сияқтымын, как будто. Жарысымыз басталайын деп жатыр. Қазір айтамыз, ал счетты таңда деп айтамыз, счетты сана деп. Енді так бізде буксовать етеміз. Бірінші 1 дейді, 2, так 3. Ойбай, анау бірінші бастап кетті ғой. Бірақ бізде ничего, так басамыз. Ема достар, біз кабаннан асып кеттік. Енді тезірек так
ұш керек. И бізде кабанды жеңіп кеттік. И осылай бізде бірінші келдік. И бізде келесі екінші айналым. Бұл жолы алдыға қарай өйстіп қойғызып қойдым. Енді счет санап жатыр. 1 и 2 так и бізде 3. И бізде басамыз. И получается стартты да алып кеттік. И қазір тезірек енді ұтып кетсек екен. Енді тезірек барамыз. И бізде ай хорош достар. Екінші айналымда да кабанды ұтып кеттік. Және де достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қарағандарына рахмет. Көп. Және де комментарияға жазып кетіңдер, кім видеоға қатысқысы келеді. Әдемі комментарияларын жазып қойыңдар. Ал ендеше давайте достар, видеоның соңына да келіп жеттік.